Сәлеметсіздер ме балалар, отыра ойындар. Балалар, бізде бүгін әдебиет сабағы, сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаев Аққулар ұйықтағанда поэмасы, кие және ана махаббаты деп аталады. Сабақтың мақсаты автор бейнесінен кейіпкер қарым-қатынасын тізіп, көрінісін талдау. Бағалау критерийі композицияны тұтастан бөлшектен тұтасқа қарай талдай алу. Үйге Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасы бойынша көрініс жасап келу ұсынылған болатын. Ондай болатын болса, үй тапсырмасын тексерейік. Аққулар ұйықтағанда. Өзенде жыл сыймаған арнасын, жылға да жоқ тауымен жалғасуға, таста тұнған жаңбырдың тамшысында, қалай біткен мәтін тау басында. Өлтірейді қарайды қарға, шыңға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә? Беу дүние-ай, аққулар оралғанда, айдың көлдің есі жоқ қалғанда. Жетісіп бір жетім көл қаушедау, тыншедау, мезгілер қаралманда. Таянғанда аққулар нарманға, басушедау байсын барарманда. Қанатынан аққудың балағанда, ән ұшатын сыңғылдап таң атады. Сүйінші білдегендей бір тоғызы, сыбырлайтын жел. Бала жатыр төсекте, албыраған, әке жатыр еденде, қалжыраған. Түн күзетіп анауды қош жанары, шарасының шашығын жаудыраған. Бір күні жанұя, ауылға танылған найман ежіне үйіне шақырады. Бұл бала қатты езетпен алыпты. Анасы баласының өліміне қатты қобалжығандықтан әкесіне осылай дейді. Тұрсаншы, таң атқалы келе жатыр. Жетім көлге барып ешкім көзіне түспей тұрғанда аққуды атып кел. Мүмкін бұл да шын болар. Аққуды қалай атамын? Ол киелі құс қой. Атпаймын. Бұл сен жалғыз баланан артық па? Әкесі оны атуға қимағандықтан анасы өзі барып атуға мәжбүр болады. Көлде жайылып, тербетіліп ұйықтап жатқан аққуларды көріп, өз-өзін ұстай алмайды. Бір кезде оқ өзімен өзі атылып кетеді. Сол дыбысты жылқышы қария естіп, Апырай, бұл кім болды? Қай көргенсіз аққуды атқан? Ей, сен кімсің? анасы тәуіптің айтқандарын бәрін өзі түсіндіруге тырысады. Әй балам, болмады ғой. Қасиет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанының бәрі өтірік. Жылқышы қария бәрінің өтірік екенін түсіндіріп, анасын үйіне қайтарады. Анасы үйіне келген кезде баласының өліп жатқанын көріп, өзін кінәлап, есінен адасып кетеді. Жетім көлден аққулар ұшып кетіп, ешқашан оралмаған. Орнында екен жетім көл, жоғалмапты. Ортаймапты, немесе толмапты. Жағалауын жауапты жасу жалғыз. Қасиетті аққулар жоғалмапты. Жақсы балалар, ондай болатын болса, тақтадағы тапсырманы орындайық. Түсіндірме күнделік әдісі арқылы поэмадағы сөз, түсіндірме, оқушы пікірі. Поэмадан 2 тармақты жазып, оған түсіндірме береміз және өздерінің пікірлеріңді ортаға саласыңдар. Сәттілік. Жақсы балалар, бұл тапсырманы бірінші топта Мейіржан орындапты. Тыңдайық. Поэмадағы сөз: түн күзетіп анау отыр, қош жанары шарасыздан шаршаған, жаудыраған. Түсіндірме: түні бойы баласын күзетіп отты, таң атқанға дейін қош жанары шарасыз, баласы үшін таңға дейін көз жанары шаршап, екі көз жаудырап отыр. Оқушы пікірі: анасы баласын түні бойы күзетіп, таң атқанға дейін жылап, көз жанары шаршаған. Жақсы. Рахмет. Енді қол шапалақтар. Жақсы, тамаша. Ал енді екінші кезектегі екінші топ оқушылар сөз кезегі сендерде. Апарай, бұл кім болды таң сәріде, көргенсіз көл басында мылтық атқан. Түсіндірме: осы уақытта бір жылқышы келіп, кім мылтық атқан деп айтты. Оқушының пікірі: менің ойымша аққуны атпау керек еді. Жақсы, тамаша. Сөз кезегі төртінші топта. Поэмадағы сөз: адуынды жан екен алған жары, жалған ұлдан артық па жалған бәрі. Түсіндірме: бұл тармақтарда анасының айтқан сөзі белгіленген. Ол әкесіне балан жанынан артық па деп жатыр. Оқушы пікірі: әкесі аққудың киелі құс екенін айтса да, анасы баласы үшін оны атуға дейін барды. Балалар, екінші тапсырмаға көңіл аударыңдар. Сендерге түрлі үзінділер берілген. Әр топқа әрқалай үзінді берілген. Сол үзіндіні мәнерлеп оқып, үзіндідегі кейіпкерге мінездеме бересіңдер.
және ол кейіпкерді бізге шығармаға қосудағы автордың идеясы не, соны анықтап жазасыңдар. Осы тапсырманы орындау сұралады. Тапсырмаға дайын деген ойдамыз сөз кезегі бірінші топқа беріледі. Үзінді. Тұрсаңшы, таянған таң атылған. Неткен жансың санасы жаратылған. Манағы тауып шалдың айтқан сөзін ұмытылып кетті ме санатынан? Жақсы, тамаша. Осындай үзінді беріліпті. Енді кейіпкерге лездеме берейік. Кейіпкер сәл ашулы, сақ, баласын жақсы көреді. Мейірімді тәуекелге баратайды. Кейіпкер кім екен сонда? Анасы. Тамаша. Автор идеясы. Анасының баласы үшін келіп сұрақтуын сұрап, әкесінен сұрап сол келіп. Шарасыз ананың одан басқа істейтін амалы болмауы. Тамаша. Өзіндік мысал. Мысалы, менің де анам мен үшін көп жаққа барады. Мені өте жақсы көреді. Тамаша, жақсы. Бәріміздің де анамыз өте мықты адамдар, иә? Тамаша, жақсы, рахмет. Сөз кездесіңдерде сіздерге қандай үзінді беріліпті, қандай кейіпкер екен? Апыр-ай, қалай барам. Атармын аққу құсты қалай ғана. Айдында баққулар ұйықтағанда. Өрген-мал өскен шырша абайлаған. Барлығы қасиетке қарайлаған. Оқ атам қасиетке қалай ғана. Бармаймын, бара алмаймын, қалай барам. Тамаша. Алмай табақтарса. Кейіпкер мінездемесі. Кейіпкер киелі құсқа жаны ашып осы сөзді айтқан. Осы арқылы кейіпкер өте жанашыр екенін түсінуге болады. Бұл жерде кейіпкер кім? Өлеңдегі әкесі екен. Тамаша. Автор идеясы. Алдияр. Автор идеясы. Аққу және табасыға құстарды, киелі құстарды атпау керек екенін айтқысы келді. Тамаша, жақсы. Өзіндік мысал. Менің пікірім, киелі құстарды атуға өлтіруге болмайды. Тамаша, жақсы, рахмет. Сөз кездесіп жерде. Үзінді. Жалғыз ұлдан артық бар, жалған бәрі. Балам өссе, бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандарын. Перзен сұрап несіне, армандадың, құрысын онсыз сенің жанған бағың. Мылтықта кел, атты ерте, жалғандарын. Кейіпкердің өзінесі бұл баласы үшін бәріне баратын батыл, мейірімді, қамқорлығының бейнесі көрсетілген. Тамаша, жақсы. Автор идеясы. Аяжан. Автор ананың балаға деген махаббатын көрсеткісі келді. Және анасы өз баласы үшін кез келген жағдайға баратынын көрсетті. Өзіндік мысал. Батырхан. Менің ойымша бұл үзіндіде анасының амалсыздан өзін аққуды атуға мәжбүр болды. Тамаша, рахмет. Төртінші топ сөз кезегі сіздерде. Сымбат. Үзінді. Ей, кімсің, тірісінде жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Кейіпкер мінездемесі. Жылқы шал көпті көргенді ақылды кісі. Автор идеясы, автор шалды көпті көрген адам ретінде бейнелейді. Өзіндік пікір, шал аққудың аталғанын көріп, өзі де шошып кетеді. Жақсы, рахмет. Балалар тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңдар. Енді бір-бірлеріне қарай пікір білдірсеңдер. Мысалы, бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, үшінші топқа, үшінші топ, төртінші топқа. Бірінші топ, екінші топ тапсырманы өте жақсы орындады ма? Қандай кейіпкерлер кетті деп ойлайсыңдар? Диана. Екінші топ тапсырмаларды өте жақсы және нақты орындады. Кемшілік көрмедім, сабақта тыныш отырды және белсенді қатысты. Рахмет, жақсы. Енді бұл балаларда жалпы кейіпкер жылқышы болатын, иә? Жылқышы әкесі болды. Әкесі туралы айтылды ма? Жалпы өмірдегі әке туралы, әкенің орны туралы айтылды ма балаларда? Оны қатыстырмады, иә? Сол жағын қосып көру керек. Өйткені әке асқақтау, әке біздің тірегіміз, иә? Үйдің асыраушысы деп айтсақ, әке туралы айтуымыз керек еді. Бірақ бұл балалар аққудың киелі құс екендігін айтып кетті. Ол жағы да жақсы. Жақсы, екінші топ, үшінші топ туралы айта алыңыздар. Жалпы біздің ойымызша үшінші топ өте жақсы жұмыс орындады. Және былай қарап отырсаң, әр жұмысының качествосы жақсы. Сапалы, иә? Сапалы. Кемшіліктерін көрген жоқпын. Жұмыстар жақсы орындалған. Тамаша, жақсы таяп қалды. Енді кері байланыс берейік. 3-2-1 деп аталады. 3 жаңа ақпарат, 2 кездескен қиыншылық, 1 ұнаған аспект. 3 жаңа ақпарат сабақ бойынша кім сөйлейді? Ержан. Мен бұл шығарманы айтқан кезде де ең соңында қарасам, ол ана аққуды атқаннан кейін ол өте қатты жылады. Сонда қорытындыға келіп,
тек біз ешқашан киелі құстарды атпауымыз керек. Олардың киесі өзімізге бәрі қайтып келеді. Тамаша, иә. Жалпы құс атаулыға, иә, табиғатты аялауымыз керек екен. Тамаша. Екінші, айта ғой. Әке және ананың бізге деген шексіз махаббаты және олардың көптеген істерге баратынын біз үшін. Өте жақсы, тамаша. Үшінші ақпаратқа кім тоқталады? Аяулым айта ғой. Әр адамның сөзіне сене бергенім айтайын және әр істі ойланып нақты Тамаша, расымен де, иә, ойланбастан, сенімнен мысалы осындай жағдайға душар болып тұр. Екі кездескен қиыншылық, қандай қиыншылықтар кездесті? Тапсырманы орындау барысында. Анасы да, әкесі де, әсіресе әкесі аққуды атқысы келмеді, сол киесі тиеді. Анасы да бәрібір көлге барған кезде сол аққуларды атуға дәті бармайды. Иә, рас, жақсы. Енді бұл әкенің қиындыққа, иә, мысалы киеге қарай қол созбауының белгісі деп білсек болады. Азиза айта ғой. Ол әкесі мен анасы емшінің өтірік айтқан сөзіне сеніп киелі қысты өлтірген. Иә, осы қиындық болды, иә, жақсы. Ұнаған аспект, мысалы, не ұнады? Сабақтан өздеріне қандай нәрсе ұнады дейтін болсақ, немесе поэмадан. Сымбат. Маған бұл бүгінгі сабақта ұнағаны, ол біздің жалпы топтардың барлығының жұмыс жасағаны. Тамаша. Топтар қалай жұмыс жасапты? Өте жақсы. Маған қызықты тапсырмалар және шығарма жазу. Тамаша. Шығарманың өзі ұнады. Азиза? Маған шығарманың мазмұны және оның мәні неде екені сол ұнады. Және де топтардың ауыз біршіліктер жұмыс жасағаны. Өте жақсы. Тамаша. Ондай болса